Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Биханова Жеңіскөз Зигзаг KZ арнасы. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай қайталанбас әдемі құрақтың 4-ші түрін үйрететін боламын. Ол үшін бізге 30-да 30 жасылдан бір шаршы қажет. Және 30-да 30 қызыл шаршыдан бізге екеуі қажет не. Және бізге қажет болады 30-да 30-дан сары түстен бір шаршы қажет. Енді біз мына жасыл шаршымызды қызыл шаршымызға алдыңғы видеодағыдай бір-біріне бекітіп, мен алдын ала дайындап қойдым. Бекітіп, мыналарды осылай тігіп, осыдан 8 шаршы шығу керек. Және екінші біздер сары түс пен қызыл түсімізді де дәл осындай қылып тігіп аламыз. Бұдан да 8 шаршы шығу керек. Міне 4 бүрішті шаршымызды бекітіп алдық. Енді мына сызықта тігу, тек 2 сызық тігетін сызықта ортасына қиятын сызық осы тігілді. Міне тігіп шықтық. Енді дәл осындай қылып қызыл мен сарымызды дәл осындай қылып тігіп аламыз. Міне тігіп алдық, екеуін дайындап, енді мына сызықтан былай қию арқылы мынадан 8 шаршы шығарамыз. Ол үшін мынаны былай қиямыз, мына сызықты былай қиямыз, сосын мынаны былай қиямыз, мына сызықтардың бәрі қиылатын сызықтар. Мынадан 8 шаршы, мынадан 8 шаршы, общем 16 шаршы шығу керек. Міне 2 шаршыдан 8-8-ден 16 шаршы шықты. Осы барлық 16 шаршыны қиылған шаршыларымызды әдемілеп үйлестіріп құрақты құрайтын боламыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары дәл осылай шығады. Енді осыны тігіп аламыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары шықты. Міне екінші қатарымыз осылай болып шығады. Енді осыны қосып аламыз. Осылай қосамыз. Екінші қатары осылай шықты.
Енді осы дайын болған қатарымызды мына қатарға қосып тастаймыз. Қатарымыз тігіп шықтық. Үшінші қатарымыз осылай шығады. Енді осыны тігіп аламыз. Міне үшінші қатарымыз осылай болып шықты. Енді осыны мына қатарымызға қосып тастаймыз. Үшінші қатарымызды міне тігіп алдық. Енді осылай болып шығады. Енді төртінші қатарымызды дайындаймыз. Төртінші қатарымыз дәл осылай шығады. Енді осыны абайлап қосып аламыз. Міне төртінші қатарымыз дайын болды. Енді осы қатарымызды мына тігіп қойған қатарымызға қосып тастаймыз. Құрағымыздың арты осындай болып шықты. Енді алдын көрсетем. Міне құрағымыз осындай болып шықты. Мән беріп қарап үйреніп алыңыздар, игіліктеріңе пайдаланыңыздар.